алпауыт алыптардың қасында керіп тұрған көкірегім Қазақстаным әлемге сім. Саламатсыздар ма балалар? Бізде 30 тамыз Конституция күні, я? Конституция күні біз ата заңды қабылдаған күніміз, яғни 1995 жылы қабылдады ата заңды, я? 1991 жылы тәуелсіздік алдық, солай ма? Мынау бізде тақтаға назар аударсақ, бізде Қазақстанның туы, сосын елтаңбасы, сосын басшымыз тұр, солай ма? Қазақстанның туының түсі қандай? Сосын көк түсті, я? Ой, молодец. Елтаңбамыз қандай түсті? Сары мен көк, я? Елтаңбамыздағы сары түс молшылықтың белгісі болса, көк түс аспанымыз ашық, емін-еркін болайық деген мағына, я? Дұғада болған бетіміз еліне адал болар адам болсын, бастысы аман болсын, ел билер президентіміз. Байрақты батырларым, ауыз орақ ақындарым, зиялы асыл қауым, қайратты жас ұлдарым, жарамас шашылғаның жат, елге бас ұрғаның жөн болар. Өз үйіңе жаныңның ашығаны, жаныңның ашығаны. Өзен тау бұлақтарымызда көрген, ешкім көтерер төтен, бостандар жер таппасына. Кімге піл жауын келмесін ертең, аялап отқан еркең күндермен құл болмасына.